Саламатсыздар ма? Мен сіздерге бүгін нағыз күздік салатты жасайын деп жатырмын. Өте дәмді салат. Ол үшін бізге помидор керек, тәтті бұрыш керек, сосын 4-5 морковь керек, и жуа сондай 4-5 сеу керек. Мен ащы бұрыштан көп емес 1 штук алдым, екеуі де қосыңызға болады. Сосын 1 килограммдай қияр керек, и укроп керек, уксус керек. Сосын 200 грамм шемшік майы керек. Қазір мен осының бәрін турап алып, мына ыдысқа салып араластырам. Сосын банкілерге салып, содан кейін сыртынан ысы сумен қайнататын болам. Ең бірінші бәрін тураймыз. Бірінші қиярды дөңгелектеп тураймыз. Мынаны соломка қылып теркадан өткіземіз. Жуаны жарты кольца қылып не істеуге болады, полукольца қылып турауға бұрышты кішкентайлап. Помидорды 4-5 бөлікке бөліп тураймыз. Тәтті бұрышты да соломка қылып тураймыз. Сол, ал бастаймыз. Бұларды мен турап жатырмын, дөңгелектеп. Ұсақтап керек емес, дөңгелектеп туралған жақсы, әдемі болып көрініп тұрады. Помидорларды үлкендерін 5-6 бөлікке бөліп, кішкентайларын 4 бөлікке бөліп, жуаны жарты андай кольцо қылып турап, ал сәбізді соломка қылып тураймыз. Және тәтті бұрышты да соломка қылып, қатты майда керек емес, ірі-ірі қылып турап жібердім. Ащы бұрышты салдым 1 штук, оны ұсақ-ұсақ қылып. Мінекей солай қиярлар турадым, жуаны турадым, помидор турадым, әлі турап жатырмын. Енді тәтті бұрыштарды тазалап, соломка қылам. Қазір мынаны морковьті да соломка қылып турайым. Морковьті соломка қылып тураған кезде сәбізді арнайы корейский салаттың теркасымен турауларыңызға да болады. Бірдей қылып болмаса, менде сондай тағы да дәл сол сияқты бір терка бар. Профессиональный әртүрлі қылып турайтын, сол мен соломка қылып турадым бірдей қылып. Ал помидор қолмен қой, қолмен 2-ке кішкентайларын, үлкендерін 4-5-ке бөліп турап тастаймыз. Ащы бұрышты да қолмен, тәтті бұрышты да қолмен, тәтті бұрышты да қатты сақтаған жоқпын, жіңішке соломка қолдарыңызға да болады. Бәрі 45 минут сыртынан банкының бәрі бір қайнайды, сол кезде араласады. Дағы жуаны да үрлеу қылып, жартылай андай кольцо қылып турадым. Міне, менде осындай оңай, ыңғайлы үстінен басып тұрып, морковьті фри, картоптың фриін да жасауға болады, тура осылай. Бәрін жіңішке дөңгелек тағып, сопақша тағып, турай береді, жақсы екен. Сол маған сыйлап еді, бір апам оның еңбегін қайтарып жатыр. Мінекей соломкалеп турадым. Мінекей көріп тұрғаныңыздай морковьті соломка қылып турадым. Мынанда ірі соломка қылып турадым, тәтті бұрышты, мынау ащы бұрышпен жуа, мынау қияр, помидор. Әлі да кішкене помидормен нем қалды, тағы да қосып жіберермін. Мен үстіне 200 граммдай шемшік май құям. Енді тұзын салып, сосын қара бұрыш салуыңыз болады, сосын укроп турап салып жібереміз. Лавр жапырағында қосқан біреулер, но мен қоспадым. Укропты ұсақтап турап, ішіне араластырып жібердім. Чеснок салған жоқпын. Уксус салам ба деп әкеліп қойдым. Уксус та қажет емес екен. Тұз салып жібердім. 2 ас қасық тұз салып жібердім. Қара бұрыш салдым. Сосын лавровый лист жапырағын 4-5-еуін ұнтақтап салып жібердім. Болды, қара бұрыш тұзды айттым. Болды, басқа ештеме керек емес. Енді осы дайын тұрған салатымызды мына стерилизованный банкілерге мықтап басып салып шығамыз. Мінекей банкілер стерилизовать етіліп жатыр. Соларға мықтап басып салып шығамыз. Мінекей басып, аямай 2 литрлік банкке салып шықтым. Қазір тағы да басамда
қақпақтар стерилизовать етіліп жатыр. Соны жауып, мына қалған балдарға қалап, сосын мына үлкен кастрюльге газдың үстіне қазір бір жарты сағаттай қайнатамыз сырттарынан. Енді мінекей мынадай үлкен кастрюльге су құйып, ысы су құйып болмайды, салқын су құю керек. Ішіндегі нелер салаттарымыз салқын ғой. Банка стерилденген болу керек қақпағы да. Сосын осылай әбден нығыздап мойнына дейін тығып, жаңағы мен көрсеттім, мойнына дейін апарып, қақпақты бетіне былай қоямыз да, шейін бос суды мойнына дейін құйып, астына мынадай қолорамал салып 45 минут қайнатамыз. Қатты отқа қойып, мен бірінші қайнатып аламыз суды, содан кейін 45 минут есептеймін. Сол кезде шамалы отын баяулатамын. Сол кезде мына су буында мына ішіндегілердің бәрі бір-бірімен нестеп араласып, керемет салат болады. Болғаннан кейін қақпағын бұрап, закрывашкамен, бұрағышпен, сосын төмен қаратып, үстін жылы одеялмен жауып қоямыз. Болды. Өте керемет салат. Мына қалғаны, 2 литрлік 2 банка шықты. Мен қалғанын жаңа балдарыма қазір салып беремін. Бұлай да жегенде өте тамаша салат. Мінекей менің салаттарым әлі қайнамай жатыр. Барына қойғанмен салқын болғасын суы. Енді осыны қайнағаннан кейін мен әлі 45 минут күтем. Сосын бұрап тастайым. Осымен видеомды аяқтайым. Менің салаттарым ұнаса, сіздерге маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, қоңыраудың кнопкасын басып тіркеліп қоюларыңызға болады. Осы мына огородымда өсіп жатқандардың бәрін қазір жауып жатырмын ғой сезонында. Тағы да осындай әдемі салаттар жабам бұйырса, соны қарап тұруларыңызға болады. Маған көңіл бөліп қарап жатқандарыңызға рахмет. Қолдап қойсаңыздар, нұр үстіне нұр. Сау болыңыздар. Комментарийге тағы да қандай салат рецептін білесіздер, жазуларыңызға болады, бөлісіп жасап көреміз бірге. Сұрақтарыңыз болса, сол комментарийге қоюларыңызға болады.